ИП ашу, өзім ашуға аштым, себебі лабораторияда тышқан бар ғой. Мен сол болайын дедім да. Жігіттер, қызықпаңыздар, бизнес классқа ондай ақша таппайсыздар. Приора айдайтындар, ренжімеңіздер. Бірақ приора мен жаман алып қалдым ба білмеймін, бірақ приора маған ұнаған жоқ. Мені сындырды приора. ИП ұнамайтын жері, дүйсенбі күн жұмыс істедіңіз, ақшасы вторник средаға 2-ге бөледі. Мен 25 көбейтеміз 30, 750 мың, айына 750 мың тауып. Мен миллиардер болып кететін адаммын. Ешкім естімесін, 70 миллион ғана қарызым бар. Маған көбінесе қоятын сұрақтардың бірі, Демежан, қай таксопаркты таңдау керек? Демежан, таксопаркты қалай таңдау керек? Қай таксопаркта тиімді жұмыс істеуге болады? Интернет желісінде көптеген пайызы төмен таксопарктардың жарнамалары шығып отырады. Ондай таксопарктарға тіркелуге асықпаңыз ағайын. Парк таңдау алдында 3 маңызды критерийлерге назар аудару қажет. Біріншісі, парктың сенімділігі. Екіншісі, парктың қаржылық тұрақтылығы. Үшіншісі, парктың кері байланысы. Таксопарктың сенімділігін қалай бағалай аламыз? Біріншіден, таксопарктың кеңсесі сіздің қалаңызда болу қажет. Екіншісі, таксопарктың нарықтағы өтілі. Парктың қаржылық тұрақтылығы қалай бағаланады? Сіз Яндекс.Про қосымшаңыздағы ақшаңызды лезде тәуліктің кез келген уақытында шешу мүмкіндігіңіз болу керек. Екіншіден, таксопарк әрдайым ақшалай ұтыс немесе бағалы сыйлығы бар ұтыстар ойнатып тұруы және де науқандар жүргізуі. Кері байланысты қалай бағалаймыз? Әрине, тәуліктің кез келген уақытында сіз таксопарктың менеджеріне қоңырау шала аласыз. Немесе сіз таксопарктың кеңсесіне тікелей келіп менеджерден кеңес ала аласыз. Осындай таксопарктарды таңдау қажет. Аталып кеткен барлық талаптарға сай келетін таксопаркты ұсынғым келеді. Ол таксопарк такси колеса. Такси жүргізушілері мен курьерлерді тіркейді. Тіркелген соң алғашқы 100 тапсырысқа 5000 теңге сыйақы бонус аласыз таксопарктан. Тез құжаттарыңызды көрсеткен номерға жіберіп тіркеліңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, оқырмандар, көрермендер. Демежан Про такси арнасына қош келдіңіздер. Бүгін подкаст Про такси жобасының екінші қонағы YouTube блогер, қазақша канал арнасының, YouTube арнасының жүргізушісі Мұрат. Ассалаумағалейкум, Мұрат, қош келдің. Рахмет шақырғаныңызға. Ал Мұрат, бүгін жаңа келгенде өзінде көргендей борандатып тұр далада. Кәдімгідей боран соғып отыр. Коэффициенттер жанған шығар, біз енді ренжіме, енді мен білмедім. Бүгін сағат 10-да коэффициенттер жанбайды, онда зеленка басталады дегендей, онда сағат 1-ге дейін подкаст жүргізіп, сосын линияға шығамыз ба деп ойлағам. Енді коэффициентті еске түсіріп жүректі ауыртпа. Бір рахаттанып отырмыз, күшті жер. Суымыз бар дегендей. Бүгін енді такси жайлы екеуміз бірге сұхбат жүргіземіз. Көптеген оқырмандар, әріптестер видеороликтердің астарында пікірлерін қалдырып отырады, сұрақтарын көргенде сұрақ қоятындар бар. Осы ИП-ні ашу керек па, ашпау керек па, оның қандай ерекшеліктері бар, ИП ашқан жалпы дұрыс па деген сұрақтар өте қойып жатыр. Сол жайлы талқылайық. Өйткені сен мен білетіндей теория жүзінде емес, сен практика жүзінде көп бізге қазір біздің сұрақтарымызға жауап беретін боласың. Өйткені сен практика жүзінде Яндекс таксиде ИП болып жұмыс істедің. Сол жайлы сұхбат жүргіземіз және сенің жұмыстағы тактикан, қай уақыттарда жұмыс істейсің, қанша ақша табасың, сол сұрақтар талқыланатын болады. Ал енді біріншіден өзіңді таныстырып кетсең, мүмкін бізді бірінші рет көріп атқан адамдар болса, аямай лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Бізде барлық такси саласында біз бейнероликтер түсіреміз. Мұратты әріптесім, двойной әріптесім десе де болады. Өйткені YouTube блогер және де такси жүргізушісі болып жұмыс істейді. Сонымен Мұрат өзін негізі Яндекс таксида
тәжірибең қандай, қай уақыттан бастап Яндекс Таксиде жұмыс істейсің? Біріншіден ассалаумағалейкум Демежан, мынау өзіңнің бір жобаңа шақырғаныңа рахмет, қуаныштым. Енді өзім жайлы айтатын болсақ, біз 2012 жыл бір себептермен осы Астанаға келіп, одан кейін оқу оқыдық, оқудың артында келіп, оқуды бітірген соң өзіміздің жұмыс ұнамағаннан кейін осы такси саласына кіріп кеткен тұғым. Солай таксиге келіп қалдым. Енді такси деген біріншіден оңай жұмыс емес. Басында да қиналғам, енді ортасында уақыт болды. Жақсы жұмыс болды. Енді қазір деген білесіз, өте қиын. Негізі сұрақтарыңыз маған ұнап жатыр қазір. Рахмет. ИП жайлы, мынау такси жайлы, қай уақыт, қашан дегендер барлығы жақсы сұрақтар болып жатыр. Құдай қаласа оның барлығына жауап беремін. Ал Жалпы Мұрат, мен сені арнанды көріп, тіркеліп, саған сенің видеоларын көріп, ұнады. Мен саған бір хабарласып едім. Бір шорт шығарып хабарластым ба не? Шортспен сен бауырың саған жіберіп, екеуміз айтып хабарласып, бірге не деуші бірге видео салдық. Білем. Жарды видео Шымкент, Астана бәйгесі болды. Қанша уақытта қанша ақша табуға болатын деген тақырыпта бейнеролигіміз бар. Сол Мұрат, енді саған қояр сұрағым, блогерствоға қалай келдің? Не себеп түрткі болды саған? Негізі таксида жұмыс істеп, енді ары қарай блогерство қалай айтса, бейнероликтер түсіріп, блогер болуына не себеп түрткі болды? Демежан, бұл өте бір жақсы сұрақ, және қалай айтсам болады, менің өткен күндеріме еске алу болды. Себебі мен 2018 бір видео түсірген болатын. Бірақ ол кезде орысша түсірдім. Орысшам кішкене нашар болды да. Енді түрткі болған себеп, білесіз, мынау такси саласында бізде СНГ-да ма білмеймін, біздің Қазақстанда таксисті былай қарағанда адам ретінде көрмейді. Былай айтқанда ең төменгі адамдар деп ойлайды негізі. Ал кезінде табыс жақсы болды, енді қазірді айтпаймын, кезінде табыс жақсы болды. Барлығымыз, енді біздікі қызмет қой, алып бар, жеткізіп қою. Сол кезде жұмыс істеп жүргенде адамдар нервқа тиген кезде ойлайсың, кейде жұмыс жақсы болмай қалады, кейде машина тидіріп аласың. Енді оңай жұмыс емес қой. Несі көп, рисктары көп. Сол кезде отырып, бұл таксимен ешкім байып кетпеген. Мен бір бай таксиді көрген жоқпын, 570-те жүрген или былай жүрген. Мен көрдім, ютубқа түсіріп жүрген, инстаграмға түсіріп жүргендердің барлығы бір қымбат машина, жақсы үй, өмірінің қалай десем болады, қызықты, барлық енді видеода қызықты жерлерін көрсетеді, оларда да бірдеңе бар шығар, бірақ бәрібір бізде жоқ заттар оларда болды. Сол ойладым, неге мен ондағы екі қол бар, менде де бар, екі көз бар, менде де бар, мен де істеп көрейін деп ютубқа түсіріп көргем. Негізі басында мен қалай айтсам болады, қазір ғой енді кішкене монтаж жасап салып жүрміз. Кезінде мен монтаж дегенді білмейтін едім. Ойлайтын едім 20 минут тоқтамай айтып видеоға, телефонға сөйлеп, одан кейін сразу салу керек деп. Солай орысша бастадым, одан кейін мені сол 18-де 2-3 видео салып тоқтатып қойған. Адамдардың ойына қарау, адамдардың көз қарауымен мен тоқтатып қойдым. Себебі, ой, сен кітап оқы, сен орысша білмейсің, сен қазақша білмейсің, сен жүргізе алмайсың, туысқандар жақтардан, комментарий жақтан. Сосын осы жерге келдім. Бұлай қарап тұрсам, бизнесмендер, мысалы миллиардер бизнесмендер мінбеген машиналарды тұрмаған үйлерде сол мынау интернет желісінде жүрген адамдар пайдаланып не істеп жүрді, сол маған түрткі болды. Мен түсінгенім бойынша енді интернеттен таксоблогерларды қарап, олардың машиналарын көріп, үйлерін көріп деген сияқты әдемі өмірін көріп, сен де таксоблогер болсам, ақшаны қырып жоям деп ойладым ба? Жоқ, сіз Демежан, былай
Мен көрген кезде тек қана анау хайпты көрдім. Такси блогерді мен ол кезде көрмегем. Мен түсірген видеомда вообще басқа болатын еді. Менің бірінші видеом как можно зарабатывать в Астане 200 тысяч теңге в месяц 2018-де. Ол үлкен ақша еді. Ол кезде тауып жүретін едім. Сол кезде сондай видеода шыққан. Такси жөнінде емес. И просто сосын мен өзімді айтып кетем деп. Одан кейін артынан бағана комментариялар келіп, мен барлық немді сөндіріп, мен, значит, олар айтып жатса мен істей алмайтын сияқтымын. Олар қолдамаса мені кім қолдайды деген сияқты. Менде қалайда бір ішкі дүниемде қопарылыс болды. Құлады барлығы. Одан кейін тоқтадым. Міне 1,5 жыл болды. Одан кейін қайтадан адамдардың көзқарасына қарап өмір сүруге болмайды деген. Енді түсіндім. Рахмет. Келесі сұрақ. Мұрат, жаңа айтып жатсың, 2012 жылдан бастап Астана қаласына көшіп келдім және оқу оқыдым деп. Сонда сенде жоғарғы білімің бар ма және қандай мамансың? Әрине, мен 2012 бұл жерге келуім себебі сол оқу. Астанада, Шымкентте, өзім Шымкенттің тумасымын. 94 жыл Шымкентте Сайрам ауданында дүниеге келгем. Одан кейін ол жақта мектеп бітіріп, ЕНТ, білесіз ғой? ЕНТ тапсырып, негізі өзім адам дәрігерге қызығып жүргем. Соңғы 2 жылда мектеп бітіретін кезде. Одан кейін қалайда сұрақтар қиындап, сол нәсіп етпеген екен, тапсырдым, бал жетпеді. Одан кейін Астанаға, Қазақстанның Астанасы, мал дәрігерлікті жаздым. Адам дәрігер, одан кейін мал дәрігер басқа. Енді биология таңдалған. Соған түсіп, осы Астанаға келетін болдым. Оқуға кірдім, грант иегері болдым. Одан кейін Астанаға келдім, оқыдым, 5 жыл оқуды бітірдім. Оқып жүрген кезде мен ары-бері жұмыс істеп, 5 жыл бойы бірде-бір үзілмей стипендия алғам мен. Ол кезде 15 мыңнан басталды, 25 мыңға дейін. Мен амал барынша сол ақшаларды жинауға тырысатын едім. Одан кейін 2014-тен бастап үйдегілерге машина алып беріңіздер, арасында таксовать етем, оқимын. Сол кезде ойлағам ғой уже бизнес жағынан. Сол машина алып беріңіздер, жүрем, сіздерге де қиын болмайды, маған да қиын болмайды, барлығы жақсы болады. Енді білмегем ғой машинаның өзінің қиыншылығы бар екен. Содан кейін үйдегілер әне міне деп 2 жыл созды. Одан кейін өзім түсіндім, өзің болмасаң басқасы болмайды. Одан кейін 15-те бастадым, басында 16 жазда миллион теңге жинап, 750 мың, 800 мыңдай ақша жинадым, қалғанын әкем қосып машина алып берді. Приора, ең алғашқы машинам қара Приора. Стипендияны жинадың ба или? Жоқ, ол жұмыс істедім арасында. Сенбі жексенбі күндері тек қана официант жұмысына шығатын едім. Букмекерскийлерге түнде охранаға түсетін едім. Сондай заработка жасап, ақша жинағам, официантта көп түсетін еді. Менде айтпақшы, таксиде болмаған ЧВ, шайпыл дейді ғой бізде. Сол официанттықта болған. Сол кезде қанша? $200, ол кезде 61 мың теңгеге ауыстырғам, еще 5 мың теңгеге шыққам, 5 сағат жұмыс істегем. Ол кезде сабақтан отырмын, маған бір официант звондайды, келесің ба, сондай күшті қонақтар бар еді. $200 чаевые. $200 чаевые. Еще машина сатып алдым жұмыс істеп, студент болып. Сол кезде как раз қарызым бар еді. Мынау қарыздан $200 қарызды бердім. Мынау жинап жатқан ақшама тиіскен жоқпын. Солай жиналып, өмірімде ең үлкен шайпыл осы $200 болған. Еще ақша жинады. Мінекей достар, Мұрат студенттік кезінде официант болып жұмыс істеді, күзетші болып жұмыс істеді, ақша жинап, студент болып өзіне Приора сатып алды. Әкеш біз, братан, красавчик, ё-моё, красавчик. Нағыз мақсат қойып, мақсатқа жететін жігіт екенсің. Ал енді содан Приора алдың, таксовать еттің ба Приорамен студент кезінде? Таксовать еткен жоқпын, былайын айтқанда мен Астананы білмейтін едім. Ол кезде біз мынау Кенесары қазір бір жақты жол ғой. Ол кезде 2 жақты жол болатын еді. Сол кезде мен Приорамды алып келсем, мен үйге барған кезде бұлар жолды ауыстырып тастаған. Абай янына бер жаққа жүреді,
Кенесары тек қана бір жақты жол істеп қойған болды. Жеңіс көшесімен келем да Кенесарыға түсейін десем, жол жоқ. Кирпич тұр. О білмеймін, мен өзім учхозда тұрғам, общежитияда 4 жыл бойы стипендия алғам. Айтпақшы, мен оқыған оқу мамандығым 5 жыл оқып, мал дәрігерлік. Мал дәрігерлікті бітірдім. Ақсай-Ұлыға жұмысқа шақырды, Қарағанды облысы. Жақсы жер, жаман емес, жолдың жағасында үлкен. Сол жерге айлыққа шақырған кезде 2017 бітіріп, себебі мен ауылдық немен түстім ғой, стипендияға. Стипендия 5 жыл бойы тоқтамай стипендия алғам. Әрине болған, құлаған сабақтар, бірақ маған мұғалімдер сондай көзқараспен қарап, бағаларымды 3-ті 4 қылып, 4-ті 5 қылып деген сияқты түсінген. Сол кезде мамандығым мал дәрігер болды, одан кейін жұмысқа шақырды, жоқ, жұмысқа барған жоқпын. Ал қаланы білмеймін, арасында қаланы үйрену үшін ол кезде бізде Яндекс жоқ еді ғой. Одан кейін келді. Индрайвер бар еді, оны қолдана алмайтын едім. Ол кезде білесіз, бізде былай бордюр дей ма, не дейді, жол жағасында қол көтереді. Бір қол көтерсе 4-5 машина келеді. Ой, бірінші болып келгенше осылай қарап жүресің. Қай жерде қалай ұйықтамайсың. Сабақтан кейін бағанағы кейде жақсы жер болса официантқа шығып кетем. Ол приорам қай жерде жүрмеді, официант приора айдап жүріп официант болғам. Сондай бір 80 жасар адам шығып тойын жасады, юбилей дей ма бізде. Соны жасап болды, қалған заттар официанттарға бізге керек емес, біздің жасымыз келсе келіп қалды деген кезде біздің официанттар жинап машинаны мен отыратын жерге дейін зат қойып тастаған. Кірсем отыра алмаймын приораға. Тамақ, кола, гүл, несі бар, әйтеуір тойда не бар, соның барлығы бар менің машинамда. Сондай кездерде болған. Енді мен такси жұмысына, такси саласына мен негізі кішкене бизнесті жақсы көретін. Бір салада жұмыс істеймін ба, официант, енді айтып кетейін, осы не тақырып ашылған екен. Официант кезінде официант болып жұмыс істеймін, өзім общагада тұрамын. И сосын қараңыз, мынау Думан ғой, Думанге OLX-ке мен официант қанша керек, мен жинап берем деп жазып қоям. И сосын осы Думанның сол кезде 15 или 14 или 14 жыл ғой, или 15 жыл осы Думаннан звондайды. Біз Думаннан сізде ИП болса алып келіңіз, договорға отырайық, бізге официанттар көп керек болады. Ол ондай менде жоқ қой. Менде тек қана алло, маған жібер десе, мен андай кішкентай кафелерге 2 адам, 3 адам, солар 5.000-ға шығады, и маған тауып бергенім үшін 500 теңге, 1000 теңге адам басына беріп отырады. Бизнеске жақын адам едім. Одан кейін приорам алдым. Енді приора айдайтындар ренжімеңіздер, бірақ приора мен жаман алып қалдым ба білмеймін, бірақ приора маған ұнаған жоқ. Мені сындырды приора. Содан кейін приораны сатуға істедім. Саттым, одан кейін қой отыра бермей деп бизнес жүргізем деп Юго-Востоктан мойка ашқам. Мойка 1,5-2 ай жүргіздім. Оның да өзінің білмегеннен кейін менде опыт жоқ болды, білмедім, қалай жүргізу керек, не істеу керек, не білу керек деген сияқты. Сол үшін оны жинастырдым. Приора сатылып кеткен, ақша жоқ, қарыздарға бергем. Бана приора мені сындырды деп жатырмын ғой. Сол қалған ақша 400.000 теңге қалып тұр. Мен OLX-ке өзім мойкада отырмын, мойка жуам, машина жуам. Арасында жоқ кезде OLX-ке кірем, машина қараймын. Себебі машинасыз қалып қойдым. Бизнес болмай жатыр. Қарап отырам да акцент көріп қалам, механика. Дәл сенікідей, қана механикасы. Содан шақырам, ол кісі де өте күшті адам екен. Егер мені көріп тұрсаңыз, сізге рахмет үлкен. Мойкама алып келді машинаны, көріңіз деп. 2.700.000 ойлаңыз. Қазір приора бермейді ғой, 2.700.000. 2.700.000. Мен 17 алғам. Приора бір жыл айдадым, 17 акцент алам. Сол кезде ол кісі маған алып келіп айдатып көреді. Маған ұнап қалады, поликті көтерсем астында пакеттер тұр әлі. Атам айдаған 10 рет айтқан шығар, осы машинаны алсаң, сен маған рахмет айтасың деп. Соған шынымен 10-нан көп рахмет айтып қойдым бар ғой. Солай болған история. Солай бизнеске жақындадық, одан кейін акценттен кейін
такси саласына. Ал жана сен айтып атсың ветврач мамандығын, мамандық бойынша жұмыс істедің бе? Жоқ, мені мамандыққа шақырған кезде уже бағанағы менде мойка бар еді. Одан кейін акцентті кредитке алып қойған едім. 101 мың ба 102 мың кредит төлейтін едім. Еще бұл жерде әйелім медакадемияда оқу оқиды. Мен өзім квартирада аренда тұрам. Ақша жоқ, қарыз. И одан кейін мен шақырады, хорошо, ауылға барсаң, ауылда көмек береді, 1 миллион 2 миллион машина береді, үй береді, көтеріп алғанға дейін. Сосын мен ойладым, ауылға барсам, менің көтерілісім тағы төмендейді. Ол жақта даму жоқ деп ойладым да. Айлықты сұрадым, 100 мың деді. Мен ойладым, 100 мың әйеліме жеткізем ба, өзіме жеткізем ба, не істеймін, или кредитіме берем ба. Содан кейін мен бұл саладан бас тарттым. Және осы оқудың ақшасын төлегем 2 миллион 100. Яндексқа сонымен қай жылы келдің сен? Яндекске келуім осы акцент маған ұнап қалады, сынбайды, тозбайды. Жүремді. Мен негізі басында бізде отбасылық жүргізуші деген бар, білсеңіз, семейный водитель. Сол жұмысқа орналасқам. Ол жұмыстан шығып, арасында, мысалы, баласы мектепте, или өзі жұмыста, соның арасында Яндекс индрайверді, ол кезде индрайвер ғой, индрайверді қосып, ары бері, тек қана алыс заказдарды алам. Шыққанға дейін 200 заказ істеп алам. Айлықты алам 100 мың теңге, ол кезде 100 мың болды. Одан кейін таксиден табам. Сосын ойладым, осыған кетіп жатқан уақытымда барлығына таксовка жасасам. Қалай болады деп, бір күні, сенбі жексенбі күндер жұмыс жоқ қой енді. Отбасылықта да демалыс. Сол күндер жұмыс жасап көрдім. Бір күні, ойбай, 21 мың ақша таптым. Оны ең қызық жері осы. Бізде барлық таксилердің қателігі осы. Бір күнде 25 мың табам. Сосын сразу менің миымдағы калькулятор қосылады. 25-ті көбейтеміз 30-ға. Ол сен ауырып қаласың, сен отбасымен жүріп қаласың, машинаңды майын ауыстырасың деген бұл жоқ қой. Есептемейміз ғой. Балонды ауыстырасың, колодка жоқ. Мен 25 көбейтеміз 30, 750 мың, айына 750 мың тауып жатыр. Болды, мен бір жылда миллиардермін. Сосын отбасылықтан жұмыстан шығам, таксиге кіріп кетем. Миллион табам деп, 750 мың айына табам. 750 мың. Ол кезде айына 100 мың, 150 мың ғана алам отбасылықтан. Сосын 50-60 мың. Әйелім оқиды. Ол кезде аяғы ауыр, әйеліме рахмет. Аяғы ауыр кезінде де клиникада 100 мың, 150 мың айлыққа жұмыс істеп жүрді. Одан кейін мен ар жақта жұмыс істедім. Жоқ, енді кредитіміз бар, анау бар, мынау бар. Солай өмір сүргенбіз Астанада. Астанада өмір сүру осылай болады екен. Таксаға кредит негізі таксиге алып барып қосып қояды екен өзі. Екеуі бір договор жасап алған ба өздері. Сонымен кейін Яндексті ашылды, өтірік айтпасам 2016 барда ма, Қазақстанда 2016-та Яндекс кірді. Сонымен Яндексте сол уақыттан бастап Яндекс ашқаннан бері Яндексте жұмыс істеп келе жатсың деп ойлаймын, получается. Жоқ, мен индрайвермен жұмыс істедім. 2000 ол кезде 100 теңге, ана Audi A6, Gelenwagen, Toyota 200, Land Cruiser барлығына 100 теңге деп реклама жасады ғой, басына шыққан кезде. Яндекс, бір күн мостта келе жатырмын, маған бір приора тоқтайды пробкада. Брат, что там, енді біздікі 13 қой номер. 373, мен әкем алып берген осындай номер. Крутой номер 373, енді бірінші машинам 13. Сол кезге приора тоқтайды да маған айтады. Брат, не такси ма, Яндекс ұрып жүрсің ба? Жоқ, мен индрайвермін. Неге Яндекс ұрмайсың? Ол кезде әр заказың 1000 теңгеден. Егер білсеңіз, алып барасыз, жетпесе 1000 теңге қосып береді. Күнде 25-30 мың істеп жатырмыз. Қой, мен индрайверім жақсы. Мен біразға дейін индрайверде келдім. Ол кезде индрайверде жолаушы машина таңдайды деген жоқ еді. Процент деген жоқ еді. 50 теңгеге ма бір смен сатып алатын едік. Одан кейін көтеріліп 400 теңге болды. Смен сатып аласың да уақыты кетеді. Жоқ, 24 сағат еді ол кезде. Мен жұмыс істеп жүрген. Солай жұмыс істеп жүрем. Одан кейін қазір Москвада сол досым жұмыста жүр. Ол да сол таксиде.
Сол Яндекске келді, Алматыда жұмыс істеп осы жерге келді, қалайда бір жағдайлармен, и мен индрайвермен. Сол кезде Яндекстен индрайвер көп табатын еді. Сенбі күндері таңертең 4-те шығам, 9-ға дейін 15 мың индрайвермен. Тек қана 1,5-2 мың теңгелік заказдар. Ал Яндекс шығады, сенбі жексенбі жұмыс болмайды ол кезде. 8-де шығады, 9-ға дейін 1,5-2 мың теңге. Түскі тамаққа келеміз, менде 20 мың, онда 10 мың да жоқ. И содан кейін индрайвер өзінің процентін ойластырды. Ой, жолаушы машинаны таңдайсыз, сізге қандай машина ыңғайлы деп. Содан кейін мен кеттім. Индрайверден кетіп, Яндекске өтіп кеттім. Тәжірибен мол екен Яндексте. Енді жалпы барлық біз оқырмандарымызды толғандыратын сұрақ ИП жайлы, жәнегі налог жайлы, ИП-сіз ертең перевод жайлы, Каспий перевод жайлы көптеген сондай сұрақтар өзіне де қойып жатқан шығарсың. Сен де блогерсің ғой, ютубта сондай сұрақтар көп қойып жатыр. Енді сол сұрақтарға жауап берейік. Мен негізі теория жағынан білемін, сен практика жүзінде білесің. Сен қазір ИП-ға тоқталмас бұрын, достар, бір қоятын сұрақтарым бар еді, соны ұмытып кетіппін. ИП жайлы әлі алдыда сөйлесеміз, кішкене күте тұрайық. Бір тағы да мені қызықтыратын, сіздерді де қызықтыратын бір сұрақтар бар еді. Жалпы Мұратқа қоятын. Мұрат, акцентің қайда, санатың қайда, бизнес тарифта неге кеттің? Бизнес тариф жаман ба Астанада? Не үшін бизнес тарифтан кеттің? Қазір қандай машинамен жүрсің? Сол жайлы айтып деді. Осы сұрақтардан өте қашып жүретін едім, енді ортасына келіп тоқтадым-ау деймін, жауап беретін уақыт келді. Жауап беретін уақыт келді. Сен акцентпен жүрдің, есімде бар, екеуміз танысқан бері жақсы комфорт классы акцентпен жүрдің. Сосын санат алдың, бизнеста жүрдің, ақ көлік, как положено, бизнес тарифта санатымен жүрдің. Еще автобусный полоса сенде болды. Сол жайлы атап кет қазір, айтып. Қазір акцент қайда, санаты қайда, неге бизнес тарифта жүрген жоқсың? Арасында кобальтты ұмытып кеттіңіз. Кобальт болды ма арасында? Оны білмей қаптың, арасында кобальт болды. Негізі, мен айттым ғой бағана, мен өзім істеп жүрген салада сол бірдеңе ойластыруды жақсы көрем. Тыныш отыра алмаймын да. Негізі мен үйде отыра алмайтын адам. Отырсам, қойшы мен қазір жұмыс істей берем, бірдеңе арасында шығып қалады деп шығып кете берем үйден. Енді машиналарға келетін болсақ, мен 2018 бағана ақшадан қиналып жүрген кезде 200 мың теңге мен 100 мың айлығым түседі, таксиден жинағаным бар, әйелім айлық алады. Бір 10-15 күн кредитті де квартираның ақшасында төлейтін уақыт болады әлі. Сол Каспий, ол кезде Каспийде ма? Каспийде қателеспесем, Каспийде 200 мың ақша тұр. Сосын мен үйге кірдім да, әйелім кухняда тамақ істеп жатыр екен, үйге кіріп қарадым. Ол квартираға ақша төлеуіміз керек, біздікі емес. Кредит төлеу керек, ойландым, не істесек болады. Бұлай қашанға дейін жүруге болады деп ойланып келем ғой. Енді күнде ойлайсың ғой оны. Сол жерге кіріп отырдым да, қайдан келген ой екенін білмеймін. Әйеліме айттым, арендаға машина бермейміз ба дедім. Ол кезде колеса әлі Каспиймен екі бөлік, бірақ машина сататын еді колесамен. Каспий ол кезде 1-2 ғана филиал. Ол кезде очередь болмайды біз машина алған кезде. Ол қай кез? 2017 алғанымда мен Каспий алғанмын ғой. Ақжол. Қазірде Ақжол. Бұрында Ақжол болды, сосын Альфарей болып кетті, қайтадан Ақжол болды. Сол жақта анау мосттың астында. Қазір бұзылып жатқан мост бар ғой, Бөгенбайдың мосты. Сол кезде сен қандай машина теуіп жүрсің? Приорадан кейін акцентті кредитке алам. Сол кредиттегі акцентін соғана 2 миллион 700-ге. Сол 2 миллион 750-ге алған, 2 миллион 750. Сол машина кредитке алам, одан кейін қанша айдан кейін есімде болмай тұр, 5 ай ма, 6 ай ма, даже жоқ, 1 жылдан кейін, 1 жыл кредитке тебем, 1 жылдан кейін өзім ойлаймын ғой, бағана есептен кейін мен 1 жылда машинаны жабам. Ол кезде процент көп қоспайтын еді. 2 миллион 700-ге алған машинам первоначальныйсымен
3.700.000 болатын еді. Процент қосылған кезде. Қазір білесіз ғой, 2.700.000 алсаңыз 5.400.000 төлейсіз. Ол кезде процент аз. Отырам да, біз дәл осылай кредитке алып машина беріп көрмейміз ба деймін. Машина 2.700.000. Ол кезде бірақ ол өте қымбат машина. Приоралар ең қымбаты 1,5 миллион теңге тұрады. Содан кейін мен ойлаймын, айтам әйеліме, не істейміз, береміз ба десем, әйелім айтады, өзіңіз білесіз, сіз машинаға жақынсыз, мен сізді қолдаймын әрқашан дейді ғой. О кезде мен қателеспесем, аренданың құны 5.000-нан 8.000-ға дейін ары бармайтын. 5.000 механикалар болатын. Бір автомат, бір күшті машина 8.000 теңге арендаға алуға болушы еді. Енді қараңыз, өте дұрыс айттыңыз, осы жері бағанағы акцент алам мен. Дәл өзімкі сияқты акцент алам. 2014 кредитке 200.000 первоначальный, 5% машина 4 миллион болса 200.000 первоначальный қоясыз. 5% первоначальный ол кезде. Қазір 20% ғой. Сол 200.000 бар, кредит аламыз ба деп ойлаймын да, сырас колесаға кірем да, мен кішкене асығысым бар, кірем да, машина қарайым, Есенбердіна, мен өзім вокзал жақта тұрам, Есенбердіна дәл алдым да, колесада машина тұр. Барам, көрем, ұнап қалады, болды аламыз деймін. Барамыз, ол кезде машина әйелім атына кредитке алынған, енді мен атыма алыну керек. Ой, берсе жақсы болады, неде деп барып, машина аламыз арендаға, кредитке. И одан кейін колеса OLX-ке қоямыз, ол кезде OLX, арендаға машина береміз деп, машина 7.000 теңге арендасы. Механика. Механиканы 2.750.000-ге алдым, екінші машинамды тоже. 2.900.000 ба, 3 миллион деп жазып қойған машинаны 250.000 теңге саудаласып, орыс жігіттен 2.700.000-ге алам. Первоначальный қоям, машинаның несін документтеріне общий 200.000 теңге, бағанағы 200.000 кетеді. Екінші машина тура сондай 2.200.000-ге аласың. 2.700.000. 2.700.000, то есть. Дәл сол бағаға алам. Бірдей машина, бірдей бағаға. Бірақ біреу рестайлинг, біреу до рестайлинг. Екеуі де кредитта. Екеуіне де. Қанша төлейсің айына екеуіне? Біріншісіне 102, екіншісінде процент көп болды ма, 105-106 мыңдай төледім. 205 сонда 200. Ол кезде тек қана 3 жылға алатын едім машина. Сонда 210.000 теңгеде, грубо говоря, 210.000 теңге 2017-18 жылдары сенде кредитің бар, тек қана машинаға 210.000 теңге. 210.000. Еще 120.000 квартираға төлеймін. 120.000 квартирам бар. Өзім ғана екі комната үйде, 2 бөлме үйде, бір жалғыз өзім осындайда соншама. Ары қарай енді қызықты болып жатыр. Ал енді OLX-қа салдың. OLX-қа салам, ертесіне алып кетіп қалады. Арендаға. Енді сол кезде қараңыз, ол кезде аренда тек қана Алматыда еді. Номер 1 аренда Алматы еді. Біздің Астанада ешқандай ондай, былай қарағанда менікі премиум класс. Қараңыз. Ол кезде тек қана Nexia, Priora, Lada, Audi, ескі сондай машиналар тек қана 5.000, тек қана менде Hyundai. Енді көріп жүргендер білетін шығар. Сон машинаны арендаға берем 7.000-нан. Мен қорқатыным, арендаға берсем, машинаны жаман істеп тұстайды деп, сразу аренда выкуппен деген бар ғой бізде. Сонымен берем. Қазір кішкене тоқтау кетейін. Достар, мен айтып жүретін қазақша канал жүргізушісі Мұрат, блогер, таксист деп. Енді Мұрат блогер, таксист, бизнесмен екен, оны мен байқамаппын, білмеппін. Енді мына сұхбатта бәрін жақсы тығыз танысып жатырмыз да, енді жақсы керемет подкаст болады деп ойлаймын. Міндетті түрде лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ал енді 7.000-ға тапсырдым. 7.000-ға тапсырам, бастапқы басына ақша алам, 50.000 ба, 70.000 ба, или 100.000 ба, есімде жоқ. Уже мен ол кезде ой баймын, ойламаймын. Тағы сол кезде менің қателігім, басында 25 көбейтем, 30-750.000 айна таптым деп есептеген сияқты, бұл жерде де солай есептеймін ғой. Арендаға мынандайға өткізем, мынандай ақша қалады, ой байып кетем. Арасында алмай кететіндер бар, соғып кететіндер бар, штраф жасап кететіндер бар. Оларды есептемеген мен. Сол жаймен ол маған жиналып келді опыт. Машинаны өткізіп жүремін да, 2 күн таксиге шығамын да,
осы күні дүйсенбі күні машина алсам, ол кезде очередь жоқ еш жерде. Таңертең барам, кешке дейін машинаны оформление жасап қайтып келем. Болды. Кешке уже менде машина бар. Одан кейін бір апта өтеді, бір аптадан кейін тағы келем да, неге машина көбейтпейміз деймін. Менде ақша жоқ, кредитке де жоқ, үйге де жоқ, ақшаны құртып жіберген, бірақ ойым сол да, қай жерден алам. Ауылда дос балам бар, соған звондаймын, ақша берші. Мен сондай жасаймын, қайтарып берем саған бір айда деймін. Декабрьдің бірінде ма сондай қарызға ақша алам, жаңа жылға берем деп. Жаңа жылға қайтармағам, ренжіп қалған шығар. Одан кейін ақша бар, енді кімге кредитке алам машина? Каспий бір адамға ғана береді. Қарағандыға көп барам мен. Сеңіздер, Қарағандыда ең жақсы досым бар. Сол досыма барам да, мен осындай бизнес бастадым. Бизнес болғанда кішігірім бизнесім бар. Сондай жасайық, алып берші өтініш. Ол айтады, досым, не керек, қайда барайын дейді. Мен алдыңда отырмын. Барлығын істей бер дейді. Мен документім берем, документ керек па, не керек, правам керек па дейді. Мен мәзбін. Рұқсат берді маған машина алуына. Қарағандыдан до рестайлинг механика тағы машина табам. Сатқан адам өзі сонда халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс істейді екен. 774 КРГ 09 деген номер шығарып береді, Қарағандинский. Сондай сол жерден 2.850.000 уже машина қымбаттады. Первоначальный көп керек. Ол кезде 5%-ке көнген жоқ. 10% құйдық па, бірдеңе құйдық. Қателестім, 10% құйып жүрген екенбіз. 5% деп, 5% деп жазатын еді, 10%-дан құятын едік. 10%-ға көнген жоқ та 15%-ға берді досыма. Өйткені расход көбейіп кетті. Қарызды берем дегенше 3 машинадан жиналып алып келем, тағы бір күнде машинаны өткізіп жерем. Тағы 7.000, тағы вукпен. Айдап жүрем, енді 3 машинамен кішкене бір айдай жүрем. Одан кейін кімге алам, қалай алам, тек қана ой сол. Тағы да көбейту машина. Машина көбейту. Кредитқа бату, бірақ машина алу, өткізу. Дәл сол менің мақсатым машинаны көбейту. Себебі менде қалып жатқан, егер бір алған адам соңына дейін айдағанда пайызынан басқа маған қалатын ақша көп болса миллион теңге. 30 айға беретін едім мен. 30 айда миллион теңге. Бұлайын қарасаң, айына 30.000 теңге ғана, күнделікті 1000 теңге ғана қалады маған. Көрдіңіз бе? Солай мен көп жасасам 10 машинам болса 10.000 қалады дедім ғой, күнделікті. Сол кезде мен жұмыс істемесем болады деп ойладым. Тағы бір машина аламын да, одан кейін өзімдің алып жүрген машинамды кредитте мініп жүрем, 1 миллион кредит қалады, оны сатам, өзімше машинаны көбейтем деп 4 Део Nexia алам. Nexia 2. Білесіз ғой Nexia 2? Біздің Астанаға шыдамайтын машиналарды алып алам. Менің мақсатым машина көбейту. Бірақ мен білмей қалам. Опыт жоқ қой менде. Nexia бұзылады, жүрмейді. Оны 5.000-нан ғана берем. Күнделікті бұзылғаны, өзінің 4 машина тапқаны жетпейді. Мен келе жатқан былай бизнесім кетеді ғой. Басыммен қадалам. Соңғы алған 2 Nexia-ма 1 ай болмай, біреу 1 рет, біреу 2 рет соғылады. Екінші рет соғылған кезде машина уже жасамайды. Жөндеуге келмейді, жөндесең машинадан қымбат шығады. Одан кейін мен колесаға қоям, болды. Мен тоқтадым, Nexia-лар болмайды маған. Өткеніне сатам, менің ұтысым сол жерде Nexia-мен тоқтау дедім да. Мен ары қарай бармайын, рисковать етпеймін, көрдім болды. Машинаны сатам. Миллион қалған машинамды 480.000-ға. 480.000-ға. Бір ай болған жоқ әлі алғаныма. 4 машина. 4 машина. Біреуін жолдас балам алып кетті, жақында сатты, біраз жүрді. 950.000-ға ма сатқам. Онда 1.200.000-ге алғам. Одан кейін екінші машина миллионға алғам, 1 ай болмай, ешқандай ақша алып келмейді, 480.000-ға сатам. Үшіншісі бір букмекерге ақша тыға беретін адам, ой, мамам ауырып қалды, анау ауырып қалды, мынау болып қалды, шыға алмай қалдым. Ол кезде мен машиналарға GPS орнатуды білмегем. Солай
машиналармен кірем, мен қарызға батам, қарыздарым бар. Одан кейін жұмыс істеп келем, күні түні тоқтамай жұмыс істеп, әйтеу 0-0-ге шығарам. 0-0-ге шығарған кезде қайтадан машина көбейтудің әрекетін жасаймын. Ол кезде папам білмейді мен жұмыс істеп жүргенімді. Папам жоқ, сен олай. Енді үлкен адамдар, бұрынғы адамдар, қой, сен бірінші мынаны істеп ал, осы мынаны істеп көресің дейді ғой. Рисковать еткісі келмейді. Сосын мен айтпаймын да, машиналарды оларды сатам, жоқ қылам, қайтадан акцентке өтем. Ең соңында міне қазір оформление жасамаған, менен машина алған, оформление жасамаған адамдар бар. 2018-де алып қараңыз. Бірақ теуіп жүр, ақшасын төлеп қойған. Бауыржан деген бауырымыз әлі жүр. 603 13 деген номерде жүр әлі. Ол выкуппен алған? Выкуппен алған, төлеп болған, бірақ оформление жасамаған. Штрафтары болды, өзінің жұмыстары болды. Мәке уақыт келгенде ауыстырып алам деп. Солай. Енді былай келгенде менің пик уақытым осы бизнесте 16 машинаға келеді. Акцент үйге, папамда Саната бар, өзім кезінде 2011 Санатта жүргем. Ол кезде Санатамен Комфорт Плюсқа кіретін машинамен экономда жүргем. Тариф бар екенін білмегем. Яндексте 2019 қараңыз. 2019-да. 19-да тариф бар екенін білмегем. Барам, барлығы айтады, қандай үлкен машина, күшті машина, ато эконом шақырасын, комфорт шақырасын, Nexia келеді, ал мына жерде эконом шақырам, мынандай үлкен машина келіп тұрды. Талай адам айтты. Одан кейін мен оның расходына шыдаған жоқпын. Папама бердім, папам маған кішкене ақша берді, одан кейін тағы машина көбейттім, 16 машинаға жеткіздім, одан кейін машина қымбаттап кетті. Уже мен 3 миллионнан артық машина қалсам, мен мынау бизнеске қымбат машина алып қойдым деп жұмыс істейтін едім. Солай 16 машинаға жетем, тоқтаймын, кетем. Менде даму болмай қалады. Развитие болмай қалады. Солай кетем, одан кейін осы жақында августтың 22-сінде Санат алам. Ол кезде 16 машина не істедің? Сатып жүрдің бе, әлі арендада? Жоқ, арендада выкуппен кеткен барлығы. Бірақ ол кезде қараңыз, мен миллиардер болып кететін адаммын. Сен бәрін выкупқа берсең, бәрі 16 машинаға жеттің, выкуппен алып кетті бәрін, е? Бәрін до конца төлеп шықты. Страшный ДТП-ға түскендер жоқ болды ма? Болды, е? Болды. Аэропорттан келе жатқанда біреу ұратта, соғатта қашып кетеді, бұл көрмей қалады. Бұны соққан кезде, Қабанбайда бұлай түсіп кететін, остановканың арт жары бұлай ғой, төмен. Сол кезге түсіп кетеді да, оны көрмейді машинаны. Ол жол патрульдік полицияларында жұмыс істейтін адам, өздерінің адамы камерадан тауып бермейді. Тауып бермейді. Одан кейін мен өзім түсем оған ақшаға. Ол кісі әрине өзі маған аренда төлеп жүрген адам қалай 500 мыңға машина жөндейді. Одан кейін мен өзім алам, ренжіме, мен алып кетем. Выкуппен алғандар талай адам бұлайынан қырылыстақанда адамдар болды, қырылысқан адамдарым. Менен бір кісі машина алған еді, ол өтіп қалды, сосын әйелі төледі ол қалғанын. Жалпы енді арендаға өткізу бизнесі тоже оңай емес, өте қиын. Ойламаңыздар, машина алып, арендаға өткізіп, ақшаны қырып, жоям, жаңағыдай калькуляторға салып, біздің менде де сондай қателіктер болды. Осыншама 30-ға көбейтем, сосын оны 12 жылға көбейтем, осына миллиард ақша табам деген, ол да рас емес. Барлығын ойластырып, ниетіп, біреудің тәжірибесін алу керек. Сол сияқты, мысалы, біз таксиға енді кіріп атқан адамдар, сенің, менің роликтерін көріп, біздің таксидағы тәжірибемізбен бөлісеміз негізі блогта. Адамға, жаңадан кірген адамға оңай болсын деп, осы саланы алып кетіп, кішкене ақша табуға. Жаңағы мен сені бөліп кеттім. Сонымен келдік енді. Менің сұрағыма келдік. Бизнес тарифқа келдік өз Санаттан. Сол бәрін арендаға өткіздің. Сен Hyundai Accent нешінші жылғы болды? 2020. 2020 комфортта жүрсің. Сол мен білетінім. Содан бизнесқа ауысып кеттің. Санат алып. Сол жайлы. Бұның да үлкен тарихы бар, бірақ мен оны қысқартып кішкене айтсам, қысқартып әдемілеп айтып қайда кетті ол машина, сон бизнес тарифі не үшін ұнамады? Мен акцентпен жүрем, акцентті де қарызбын, әлі ақшасын төлемегем. Айтайын ба, жігіттер, мен мынау мені видеода көріп жүрген шығарсыздар, Мәкең машинаны былай ауыстырады. Бүгінгі таңда
айтып өтүп кетейин, менің жай айтсам естіле ма? Естілесің шығар. Ешкім естімесін, 70 миллион ғана қарызым бар. Солай. Бұлай айтқанда акцентпен жүрем, қарызын әлі төлемегем. Сондай кісіге жолықтырды маған, Алла берді, машина алып берген, әлі ақшасын бермегем. Бірақ машина менде. Машинада жүрем, бір кобальт алған інім санат алады, ой, аэропорт 7 мың, қосшы 10 мың, анау 5 мың, мынау 8 мың. Мені қызықтырады. Өзім бизнесқа, өзім машина алып жүргім келген кезде, ол мені одан да қызықтырып жібереді. Мен негізі барлық кредитті декабрьге дейін жабам. Осы декабрьде жабылады. Одан кейін мен машина алуды бизнес классқа өтем деп ойлағам. Жоқ, августте мені қызықтырып жібереді. Өзі бірінші кобальт алып алған. Декабрь 2022 жылғы декабрь. Жоқ, 23 декабрь. Осыған дейін мен төлеп бітуім керек еді. Менің планым бойынша. А сен санатаны осы күзде, жазды күні августта алып кеттім. Соң айттым ғой, жазда мені қызықтырады. Сосын мен ойлаймын, қыста жаңа машина келеді, қымбаттайды, мен ала алмай қалам. И ол қазір ала берейін, 15 миллион 800-ге алғам. Павлодардан біреу ғана қалған кезде алып келгем ол машина. Салоннан. 15 миллион 800, 20% төлеймін, 342 мың кредит төлеймін. Жігіттер, қызықпаңыздар, бизнес классқа ондай ақша таппайсыздар. Жазда ғана жақсы табады, 1 ай, 2 ай. Павлодарға, Баровойға, Қарағандыға бизнес класстар шығып қалады. Сон қызық мен 2 ой келеді. Бірінші машина қымбаттайды, екінші мен ала алмаймын, қазір арзан алып алайын деп. Августте барлық кредитімді жабам. Бір машинам бар еді, соны сатам да барлығын жауып тастаймын. Акцентті? Жоқ, акцентім бар әлі. Акцентім қазіргі таңда бар. Жүрем да, анан жабам, одан кейін қызығам, үйден ақша алам қарызға. Павлодарға барып санат алып келем. Акцентім тұр. И сосын санат алмай тұрып, бір айтшыға звондайды, машина бересіз ба? Бұрын арендаға беріп жүргем. Мен айтам, хорошо, берем саған. Ең қазір акценттер қанша, 13-14 мың ба? Сондай, мен оған 10 мыңнан берем. Сен айда, мен мұнан айдайым. 20 жылғы акцент. Соны айдап жүріп, қазір арендада жүр машина. Осы Астанада. Акцент. Сен акценттің. Сосын санатан алам, таксовать етем. Мен алғаннан кейін, біраздан кейін жұмыс нашарлап кетеді. Сосын басым қатады, не істеймін, қалай істеймін. Өзім жүре берсем төлей алмаймын. Анау машина бір күн жұмыс істейді, 2 күн жұмыс істемейді, тосынып қалады, то штрафстоянкаға кетті, білесіздер. Қайсы машина? Акцент брачка айдап жүрген кезде сыртында наклейка бар, соны ұстап алып, штрафстоянкаға алып кетті. ИП жоқ деп. Сосын қош. Мені ол жайында, видеоролигім бар ютубта. Сосын ол жоқ, мен енді бұлай риск жасай алмаймын, сіз біреуге беріңіз деп кетіп қалады. Одан кейін әркім бір айдап жүр машинаны қазір. Астанада жүр, санат алам. Одан кейін бағана кобальт алып санат алған інім, машинаны не істейміз дейді. Оны да мен алып алам. Қайтадан бағанағы бизнесіме жақындап келе жатырмын. Оны жақындауым себебі мынау қарыздарды жабу үшін. Әйтпесе жақындамайтын едім. Мен бұрын 16 машина алған кезде карантин болды, білесіз ба? Сол кезде 13 па 14 машинам кредитте. Отсрочка алу керек. Ол кезде отсрочка қосқанның өзінде 14-15 машинаға 5 миллион минусқа кіріп кетем. 5 миллион қосып төлеген кезде, кредиттар төлеген кезде. И 5 машина дворда тұр. Аренда айдамайды ешкім. Солай минусқа кірген жерлерім. Солардың барлығынан кейін қалай бастайсың бұл жұмысты? Бірақ енді амал жоқ, мұнан бастау керек, санатан жабу керек, артқа жол жоқ. Мен сатуға да тырысып көрдім, 3 миллион артқа кірем, минус. Сен санатын қазір арендаға бердің? Ағам айдап жүреді. Ағам айдап жүреді. Бірақ кредитін сол төлейді. Кредит сол ағам төлейді. Ол болды деп беріп жіберген кезде қайтадан өзім айдауым мүмкін. Оны арендаға бермеймін, өзіміздің. Ағана бердің, теуіп тұр, кредитін жауып тұр, ешчо мен қайтадан алып аламын деген сияқты. Ол қашан деп болды, мен кредитін төлемеймін дейді. Сол кезде қайтадан алып аласың. Акцентті әлі арендаға беріп жатырсың. Қазір қай машинамен жүрсің? Қазір Цератамен жүрмін. Цератамен. Ол сатып алдың ба оны?
Оның да ойбай үлкен тарихы бар. Ол өзім Бар. айдап жүрген өзім інім Аха. бірге не істейміз, күнде бірге тамақ ішеміз. Сол Цератамен жүретін еді. Сол машинаны сату керек болады. Мен рассрочкаға алып аламын. Болды сол. Содан бері айдап жүрмін. Сол енді бизнес тарифта түсінген бойынша заказ жоқ, ақша таба алмайсың. Бизнес тарифке қызықпаңыздар деп жатқан себебім, кімде ақша бар енді бизнес алып арасында жүрсе болады. Кредит емес енді, күніге сол 20-30 мың тауып жеткілікті десе, сол жүре береді. Сол. Даже 10 мың жеткілікті деген адам, себебі онымен жақсы жұмыс табу үшін, ақша табу үшін таңертеңнен кешке дейін линияда отыру керек. Сол кезде 10-15 ғана бизнес түседі. Сол кезде ақша, енді арасында шайпыл тастағандар болмаса, бизнесте өте аз табыс, расход өте көп. Мен акценттерге 15 мыңға май ауыстырсам, ертең санатаныкі уақыт келеді, 50 мыңға ауыстырам. Разницасын көрдіңіз ба? Доңғалақ анау 18, мынау 15. Мынаны 100 мыңға алам, ананы 300 мыңға алам. Разницасын көріп тұрсыз ғой. Еще су керек дейсің ғой бизнесте. Су керек. Кейде мынау көріп тұрсыз ғой, анау есікті ашпайсыз ба деген адамдар шығады. Біреуін ішіп екіншісін қалтасына салып алатындар шығады. Олар да шаршатады. Машина жуып тұру керек бизнесте. Бизнесте күнде машина жуасың. Бір сағат уақыт соған кетіп қалады. Сонда бизнесте табыс қандай? Мысалы, мен экономда жұмыс істеймін, жоқ дегенде 20 мың теңге табам. Қиналмай, или қиналатын да күндер болады 20 мың. 40 мыңға дейін табасың, 35 мыңға дейін табасың, 30 мыңға дейін табасың. Бірақ ішінде көп расходтар бар. Бірақ енді машинаның амортизациясы дейді, бензинға табыс табасың. И сонымен салыстырсақ, бизнесте де, бизнесте 50 мың, 60 мың деген сөйтіп ойлайды ғой кейбір адамдар. Барлығы солай. 40 күнде стабильно 40 мың деген. Ол рас па, рас емес пе? Жоқ, осыған келейік. Табыс, таксидегі табыс расымен 1 миллион ба деген сұрақты былай талқылайық. Ол өтірік. Себебі, мысалы, мен машинам өзімдікі дейік. Машинам өзімдікі болса, әрекет жасамаймын. 200 мың жетеді ғой деп айтам. Содан кейін күнде таңертең шықпайсың, ұйқыны қандырасың. Түсте, как положено, түскі тамақты ішесіз, оған бармайсыз. Сол кездерде ғой негізі такси қимылдайтын уақыт. Именно сол кездерде кешкісін пробка қош. Жұмыс істемейміз. Ал кім арендада жүр, олар пахат етеді, бірақ денсаулығынан айырылады. План жабу керек. 800 мың көрсетеді, 900 мың көрсетеді, бірақ олар да, мысалы, қазір мен арендаға бердім дедім ғой кезінде. Солар 12 машина арендада жүретін болса, күнде біреу ауырады. Или 2 күнде бір. Или біреу отбасы, біреу өтіп қалады, туған, туысқан, той, біреу қайтыс болып қалады, енді тірі жанбыз ғой. Сондай уақыт кетіп қалады. Ол біздікілер аламызда 25 көбейтеміз 30, все 750 мың деген, ол өтірік. Ол болады, суббота, мысалы, жексенбі күні 50 мың, 60 мың табуыңыз мүмкін. Бірақ дүйсенбі күні 10 мың. Көрдіңіз ба? Бұлай шыққаныңыз кете бермейсіз. Бұлай қадалатын күндерде болады. Мен де кішкене қоса кетейін. Интернет желісінде, ТикТокта, Инстаграмда, Ютубта, мысалы, скриншоттар көресіздер. Миллион жапты, 800 мың, 900 мың деп мақтанатын адамдар да бар. Расымен, шын сондай табыс, бұл Яндекстің процент, Парктың процентін алып тастаған кезде көрсетеді. Бірақ өзінің машинасымен айдаған адам ой таппайды. Арендада жүрген адамдар, олар күніге план жасау керек. Қазір 10-15 мың теңге аренда, 5 мың теңге бензин қалтасына табу керек, күніне 30-40 мың жабу керек. Сонымен айлық солай көрсетеді, бірақ ол таза сонша ақшаны қалтаға салды емес. Ол арендаға өткізген адамға бензинға күніне 5 мыңнан 150 мың теңге тек қана айына бензинді алып тастау керек, содан расход бар. Машинаның майын ауыстыруды, дөңгелегін жел шығып кетті, колодкалар, көп расходный материал дейді ғой, соның бәрін ала кеткенде сондай табыс. Ал өз машинасымен жүрген адамдар 200-300 мың, мысалы 400 мың бүйтіп көрсетеді ғой Яндексте. Ол шынайы табыс, өйткені машина көп бензинда кетірмейсің, көп шақырым жүрмедің, машинаң кішкене қатты тозылмайды. Күнне план орындау керек деген ниет жоқ та, сонымен негізі солай міне. Миллион таба таксистер бай деген
пікірді қалыптасып кетті ғой, орысша стереотип дейді ғой, соны жоғалту керек. Ондай жоқ. Таксистер миллионерлар емес, олар орысша айтқанда выживают. Тек қана отбасын асырау үшін, күн көру үшін осы жұмыста істейді. Кредит жабу үшін дегендей. Дұрыс айтасыз, күнні көру үшін амал жоқтықтан шыққан жұмыс бұл. Сол жұмысқа орналасқан. Сол ендігі келесі тоқталатын мәселе ИП жайлы. Мен теория жағынан білем, оқыдым, бейнероликтер салдым, айттым, түсіндірдім. Енді сен практика жүзінде көрген сен қазір ИП қысқа жауап берші. Я жоқ, сен қазір ИП-мен жасайсың ба или паркпен жасайсың ба? Екеуімен де жасайсың. Екеуімен жасайсың. ИП аштың. Енді ИП жайлы айт, жақсы жақтарын, жаман жақтарын, ИП-мен жұмыс істеуге бола ма, болмай ма, ары қарай ИП-сіз жұмыс істей берсе бола ма? Сондай қатты сұрақта көбінесе қызықтыратын. ИП, мысалы, қазір осыған тоқталайықшы, себебі 90% сұрақтың бір несіне келсек, мағынасына келсек, осы ИП болып шығады. ИП ашу, өзім ашуға аштым, себебі лабораторияда тышқан бар ғой, мен сол болайын дедім да. Себебі мен ашайын, мені 4 мың, 5 мың, 10 мың адам көреді, соған қарап, ашу керек па, жоқ па, адамдар ойлайды деп ашқан адаммын мен. Мен оның жетіскенмен рахаттығынан ашқан жоқпын. Мен аштым, ол кезде өздері ашып береді, өздері тіркеп береді, ой барлығы четкий. Қазір барсаңыз видео бере салады, осылай ашып ал дейді. Одан кейін аштым, жұмыс істедім. Маған түсіндірген бойынша мен ешқайда бармаймын, ИП ашқаннан кейін осы жерге келем, қол қоям, кетем. Өтірік барлығы. Мен ашам, күнде сообщение келе береді. Қой, мындаған келіп қол қойып кетіңіз, келіп қойып кетіңіз. Барсаң очередь. 1 сағат уақытың сол жерге кетеді. Біріншіден ол жерде парковкасы жоқ, білесіз. Ана жаққа қойып келесіз. Одан кейін кірсеңіз очередь. Айқай шу, біреу ашып жатыр, біреу жауып жатыр, сондай. Сосын қол қоясыз, сосын телефонда төлейсіз. Бізде процент алады, парктер процент алады, 4% алады, мысалы мен жұмыс істеп жүрген, бірақ маған өзіме ұнайды. Анау комиссия алмайды. Кезінде мен сентябрьде ашқан болсам, 14.350 ол обязательно, міндетті түрде төлейтін. Олар пенсионный, социальный отчисление, медстраховка. Осы жерде бір тоқта келген. Жұмыс істемесен, оны обязательно төлейсің. Оны жұмыс істемесе төленетін зат. Ол сіз 100 мың істейсіз ба, миллион істейсіз ба, мынау төленеді. Одан кейін мынау 100 мың или миллионға деген сосын налог болады, 1%. Ол 100 мың болса 1000 теңге, 1 миллион болса 10 мың теңге төлейсіз. Сосын мынаған қосылады. Енді бізде январдан бастап МРП көтерілді, мынау 14350 теңге 18 мыңға көтерілді. Ол жыл сайын көтерілетін зат. Мынау налогты айта алмаймын, енді 2 жылдан кейін налогтар 2%-ға өссін десе. Қазір таксопарктар көбейген сайын акциялар соншалықты көп, процент азаяды. Білесіз ғой, көрші елдерде Москва, Санкт-Петербург заказына рубль ғана алады да, адамдарды қызықтырады. Сол таксопаркта жұмыс істеу үшін. Мен ойлаймын, бізде де солай болады. ИП маған не үшін ұнамайды? Осы жеріне келейік. ИП ұнамайтын жері, дүйсенбі күн жұмыс істедіңіз, ақшасы вторник средаға 2 бөледі. Ол қаншадан бөледі, не үшін бөледі, сіз оны білмейсіз. Сосын таксопаркта жұмыс істедіңіз, сразу программасынан ақша шығарып аласыз. Ол кезде ананда жоқ. Ол өздері қалаған уақытта түсіреді. 11, немесе анау кешкі 6, немесе маған кеше 6:40-та түсті. Негізі банктар 6-ға дейін ғана жұмыс істейді. Маған 6:40-та түсті. Қараңыз, еще тағы біреу бөліп берген. Ол былай қарағанда берекесін көріп тұрған жоқпын. Осы. Одан кейін бұл мейлі, жұма, сенбі, жексенбі күні жұмыс істегеніңіз дүйсенбі ғана түседі. Ол да толық түспейді. Өзіміз күнде ақша қалтамызда болсыншы деп жұмыс істеп таксиге шыққан адамбыз. Оны қалай олай жұмыс істейміз? Сол үшін мен екеуінде де, мен налог көрсету үшін мынау нені төлеп қоя берейін деген мақсатта мынаны төлеп жүрмін. Әйтпесе жауып жіберетін едім. Мен брендинг жоқ. Мен ешкім ұстамайды далада. Негізі мен қызықтыратын сұрақ, бәрінде қызықтыратын шығар. Жаңағы ИП ашып, ИП-мен де таксопаркте де одновременно жұмыс істеуге болады.
әрине. Мен дәл солай екеуінде жұмыс істеп жүрмін. Көп болса 3 күн неде жұмыс істеймін, ИП-да. Ол басынан кезінде 1 ай бойы ИП-да жұмыс істедім, сосын 10 мың бірдеңе налог төледім, ананы төледім, сосын былай қарасам таксопарктың акцияларынан қалып қойып жатырмын. И содан кейін екеуінде жүруді өттім. Кейде кей апталарда, кейбір апталарда вообще жұмыс істемеймін неде. Енді таксопарк 4% дейді, оның кім ИП 1% дейді. Бірақ 1% жарайды, біздің счетымызға аударады, кешіктіріп аударады. Жаңа мен бір дос болған бар, мен айтам ғой, ол келесі күн саған түсіреді, суббота воскресенье ғана жұмыс, праздниктер болып қалса, мейрамдар, сол бірінші жұмыс күні түсіреді. Жоқ дейді, бұрын басында солай болатын дейді, қазір 3-4 күнге созылып кетті дейді. Ақша түсіп атқан, қазір өте қиын болып кетті дейді. И мысалы 1% налог дейміз. Мысалы ол енді бізге жарайды комиссиясыз счетқа түседі ғой, сенің юридический счетына түседі. Мысалы сен Каспий банк болсын, басқа банкта счет ашасың ғой, сен юридический счет ашасың. Соған түседі, енді сол счетта ақша жатады. Енді соны сол счетты жүргізу үшін банк жыл сайынғы или ай сайынғы несі бар, комиссиясы бар, за обслуживание счета деген. Сосын обналичивание денег тоже бір пайызы бар. Мысалы сен енді ол ақшаны қайда біреуге аударасың, либо банкоматтан шешесің, оның да пайызы бар ғой. Дұрыс па? Жоқ, енді сіз кішкене қателестіңіз. Мынау не бар ғой, ИП ашып тіркеген кезде өздері жай счетты тіркеп береді Каспийге. Прямой. Каспий Голдыңызға түседі. Каспий Голдқа түседі. Бірақ ИП ашқаннан кейін Каспий банк звондайды, Жусан банк звондайды, анау звондайды. Әйтеу барлығы қоңырау шалып, сіз аппарат алыңыз, касса алыңыз, анау. Бағана айттым ғой, ешқайда бармайсың деп. Ол өтірік. Бағана мынаны көрсеткенімде. Сол маған ашқаннан кейін 2 ай бойы құлағыма не құйып келді. Желтоқсан 22-ге кел, желтоқсан 22-ге кел. Не үшін барам? Мен бұл кел, маған бізге статистика дохода дейма, бірдеңе тапсыр дейді. Мен ашатын кезде ИП ешқайда бармайсың деп айтылған. Стат органдар, ұқтым мен, түсіндім. Сол ешқайда бармайсың деген, мен ойладым, ешқайда бармайым. Сол қол қойып кетуге барам болды. Өткенде мен тағы бір налогды төлеген жоқпын, себебі барлығы бір уақытта келеді ғой. 15-не 25-не дейін төлеу керек, 25 мың, 30 мың төлеуім керек, ақша жоқ, өтіп кетеді. Барлығы пениямен келеді. Сыраз пения қосып жібереді. 5 күнде. 25 төлеуім керек, 28 күн маған общий пения бірдеңелермен шығарды. Қарызға ақша алып төледім. Солай. В общем, пайызы аз деп 1% деп қуанбау керек. 1%, мынау мына жақта обязательность бар ғой. Сіздің жүгіруіңіз бар, ақша түспеуі бар. Соны жалпы алып келген кезде парктағыдай жұмыс істей беруге сол пайыз болып келеді шығындарды есептесе. Жұмыс істемесен жаңағы қазір 18 мың МРП көтерілді, ай сайын 18 мың теңге. Мысалы, 1 ай отпуск демалдым, 1 ай бір жағдай болып қалды отбасыға. 2 ай жұмыс істемедім, бірақ 36 мың теңге уже негізі төлеу керек. Бірақ жақсы жағы бар енді. Жақсы жағында атап кетейін достар. Мен де оны білем, яғни сен ИП-ң болады, саған ақша түседі, налоговойда бәрі көрінеді, сен налог төлейсің, сен зарплатан бар, банктан бар, ипотека аласың, кредит аласың, социально әлеуметтік қорғаныста боласың деп айтпақшы болады ғой. Орысша айтқанда социально защищенный боласың да, ертең сенің пенсионкаң жүріп жатады, ертең пенсияға шығасың, ақша накопление бар. Сол жағы плюс. Сол жағы плюс. Негізі паркта жұмыс істеп жүріп та оның бәрін істеуге болады. Пенсионканы төлей беріп, бәрін как бы социально себя тоже может защитить, собирая деньги, работая на ИП, орысша айтпақшы. Вот. На ИП деймін ғой, в парке. Паркта жұмыс істеп жүріп, ақшанды жинап, сол өз-өзіңді заңдастыра аласың, ай сайын өзіне пенсионка, медстрахование, соцотчисление жіберіп. Достар, міне ИП жайлы жақсы және жаман жақтарын атап кеттік. Паркта да ИП-да да жұмыс істеуге болатын екенін білдік. ИП-ға қалай тіркелем десеңіз,
барлығы Яндекс Про бағдарламасында тұр, реклама тұр. Станьте водителем ИП деп айғайлап тұр ғой, карта қай жаққа бармасаң да картада сол тұрады. Бүйтіп станьте водителем ИП бұрын 50 мың теңге деп тұратын, қазір 12 мың теңге, 12,5 мың теңге бонус деп тұр. Достар, бізде Инстаграмда Макиге біздің оқырмандарымыз Макиге қойылған сұрақтар бар, соларды оқып кетейін, Макиге қойып кетейін. Осымен Макимен екінші бөлім болады. Өйткені әдемі әңгіме соқтық, көп нәрселерді талқылай алмадық, әлі ашып сұрақтарды талқылайтын сұрақтар көп такси жайлы. Сондықтан да Мәке екінші бөлім болады. Қай уақытта екенін енді көре жатармыз. Достар, никнеймдарыңызды дұрыс оқымасам ренжімеңіздер. Ағылшыншаға жоқпын деп, Так, комментарий ашылмай тұрған. Все, ашылды? Ашылды ма? Так. Мәке, сау, аман бол, брат, дейді. Рахмет. Қалғаны Алланың қалауымен болады, дейді. Сол жігіт жазып жатыр. Қаңтарда баға неге түсіп кетеді, дейді. Оңай сұрақ, жауап бер. Мен де жауап берсем болады, Мәке де жауап берсе болады. Негізі қаңтар өзі барлық жаңа жылдан кейін қалай дейді, мертвый сезон дей ма? Сол келеді ғой. Ол бізге де келеді. Ол кім келмейтін. Халықта ақша жоқ. Халықта ақша бәрі жаңа жылға қарсы барын сыйлық алады, не ақшаның бәрін құртады дегендей. Сонымен жалақыға дейін январьда деп отырады, бір сөзбен айтқанда. Ақша жоқ, сонымен таксимен жүрмей жаяу жүреді. Доставкада мысалы үйге тамақ заказ бермейді, үйден тамақ пісірасап жей салады. Сонымен доставкада де, таксиде де, жалпы саудада төмендейді. Сосын жаймен көтеріледі. Ол тек қана таксиде емес, достар. Көп сондай сұрақ қояды негізі. Жарайсыздар жігіттер, тек қана алға. Бауыржан Серікқазиев. Рахмет, брат, от души. Бауыржан Серікқазиев биткен смайликтарын жіберіп жатыр. Так, Ера Нығмет, смайлик, огонь дейді. Ассалаумағалейкум, замандастар. Мәке, машинамен не алмастыру болып кетті, неге санатымен жүргізе бермедің дейді. Осы сұраққа Мәке осы подкасттың басында уже жауап берді. Неге санатымен жүргізе бермедің? Өйткені Мәкен айтуынша бизнес тарифте баға аз, сондықтан ақша шығара алмады. Экономмен, комфортпен жүргенде сол ақша шығады деді ғой, бір сөзбен. Былай айтқанда көп шығаруға болады, эконом, комфорт. Әрине, комфорт плюс болса жақсы, өзің жақсы жүресің. Бірақ арасында комфорт плюста тоқтап қалатын уақыт болады, сол үшін ең жақсы эконом, комфорт. Егер ақшаңыз болса, комфорт плюс алып, рахаттанып жүрген дұрыс. Мәке, кредит, Яндекс, замена масла, ходовой айдап жатыр ма дейді. Біліп сұрақ қойған екен. Әйтеуір басқасы да айдап жатыр. Олардан бөлек мұн жақта пассажирлер бар ғой, жолаушылар. Мәке, заказды қосымшаға қарамай, бағасына қарамай, эконом не комфорт плюс екенін ажырата аласың ба? Қандай айырмашылықтары бар бағасынан басқа дейді. Жақсы сұрақ екен. Кейде біз машинаны келеміз, қоямыз. Мысалы, бірінші подъезд көрсетті, бірінші подъезден өттік, бірінші кіреберістен. Екінші кіреберістің алдында орын бар, машина қоятын. Сол жерге қоямыз. Себебі жолды жауып тұрмаймыз ғой. Машина келеді, ары өтеді, бері өтеді. Сол келіп тұрсаң, сосын экономның адамы байқап қалсаң, алыста қолын көтеріп тұрады. Ал комфорт плюста жүгіріп келеді, кешіріңіз, сәлеметсіз ба деп сразу амандасады, ешқандай претензия айтпайды, себебі түсінеді, біледі. Ал сана сезімі бар дегендей. Кішкене. Ал экономда сразу былай айтсам болады, өзінің эмоциясын бірден көрсете салады. Ал комфорт плюстағылар сабыр етіп, үндемей амандасады. Мен де байқағаным, мен де комфортта істедім. Адамдар үндемей келіп отырады, өз шаруасымен телефонын шұқып отырады. Экономда адамдар келсе, бір нәрсе ұнамайды, музыканы қос дейді, терезені аш дейді, бір тиісіп кетеді. Бірақ енді эконом барлық сондай емес, арасында бар ондай адамдар көбінесе кездеседі. Екінші сұрақ, келесі сұрақ. Мәке, приоритет жайлы айтсаңыз, Яндекстің жарнамасы бар машиналар көп таба ма? Өте жақсы сұрақ қойған екен.
мен осыған өте қарсым. Кезінде бізге реклама жабыстырғанымыз үшін 30 мың немесе әрқайсы заказ реклама жабыстырған үшін 1,5 мың теңге. Сіз 700-ге апарсаңыз да сол заказыңызға 1,5 мың теңге төленетін еді. Себебі ол жарнама. Біз жарнамалап жүрміз ол наклейкамен. Сол үшін кезінде ақша төледі, қазір төлемейді. Приоритетке, яғни заказ беруге байланысы бар ма жоқ па, ол жоқ. Өтірік. Себебі өзім қанша видеоларды көріп жүрсіздер, өзім де көрдім. Менде 16 плюс айналып тұр. Приоритет қасында 9 заказ, 9-ға бірінші келді. Ешқандай жаман да заказ емес, не де емес. Ол клиенттің де, жолаушының да рейтингі болады ғой. Ол да жақсы, ештеңе жоқ. И табысыңыз бірдей. Табыс ешқандай өзгеріс жоқ. Мен осы уақытқа дейін машинамды бытчтан шығарып наклейкамен жүрдім, Uberмен жүрдім, Яндекспен жүрдім. Сосын алып тастадым. Сол табыс. Табыс аздығы жоқ. Келесі сұрақ, тапқандарынан береке бар ма, әрі бері жүресіңдер ғой дейді. Әрине бар. Жақсы ниетпен шығып, бүгін 180 мың кредит қалды, соны 150 мың қалдырайым деп шығасын, қалады ғой сол. Біздікі сол таксистер кредит жабу ғой жігіттер негізі. Ассалаумағалейкум, 16 километр қашықтықта 1400 теңге шыққаны рас па дейді. Ол бұл кісі мен видеомды көп көрген екен. Ол Шымкентте болған жағдай. Шымкентте бір күн тойға барам да, енді Шымкентте жұмыс істейін деп санатамен барам. Эконом барсам, санатада былайынан отыр, экономда. Как будто күнде осы саната экономда келіп жүрген сияқты. 2023 жылғы санаты. Апарып тастаймын, мен айтам, Шымкентте ондай не емес екен, айтпайды екен. Ол әдемі машина екен. И сосын екінші заказды алам. Ол жақта бізге пригородқа ұқсаған Қайнарбұлақ деген бір не бар. Жер үйлер бар. Сол жерге апарам комфортта. 1800-ге ма апардым, қысқа жерге. Сол жерде отырм, енді хотя бы эконом қосып артқа қайтайын, сол бағаға болмаса да деп қоссам, бағанағы барған қыз бен жігіт, соның жігіті қайтып жатыр артқа. Еще алысқа барып жатыр. Шымкентте тұратындар білесіздер, Қайнарбұлақтан Шымкентте метроның артында BI групптың үйі бар, соған алып бардым. 16 километр 1450 теңге. Сол заказдан кейін мен линиядан шықтым, үйге кеттім, ертесіне Астанаға шығып кеттім. Сол маған ең үлкен мотивация болды. Сондай баға Шымкентте. Бұл Астанада да бар ондай. Ассалаумағалейкум, машинамен Яндексте такси болған тиімді ме, әлде курьер немесе доставка тасыған тиімді ме? Сосын неге басқа Гова, Вольтпен курьер болып жұмыс жасап көрмеске, машинада бүлінбейді, тек өзін отырасын дегендей? Негізі басқа нелерге кірмегенім, Яндекстің реклама жасауы, акцияларды беруі көп, мен өзім ойым, енді білмеймін, бәлкім Волт неде де көп шығар заказы. Бірақ өзім ойлаймын, Яндексте көп. Себебі Яндекс курьер болып жүріп, сразу таксины қоса аласыз. Машинамен жүрсіз, заказ болмай қалды ма, таксины қосып экономға апарып тастайсыз. Тоқтамайсыз. Сол, и сосын маған доставка көп табуы мүмкін. Қазір бізде Радар Кеф деген бар, оны барлықтарыңыз қолданасыздар. Соны қолданып, екеуімен де жұмыс істей берген жақсы. Бірақ тек қана доставка болса, маған доставканың ұнамайтын жерлері бар, бағана ИП сияқты ұнайды, ұнамайды деген сияқты. Доставка тек қана машинаны тамақпен иіс шығып кетеді. Сол үшін маған ұнамайды. Ассалаумағалейкум, Мәке, Демежан, қазақ жігіттері қазақша шығарып еңбек етіп жатқаны қуантады, істеп жатқан бастайын деп жатқан тірліктеріңізге сәттілік, берекелі болсын. Енді сұрақ, Мәке, Астана қаласында жаңадан бірінші рет такси қызметін бастайтын деп жүрген жігіттерге топ 3 кеңес беріп кетсеңіз такси қызметі. Қысқаша бір топ 3 кеңес. Ең топ номер 1 дейміз ба, қалай айтамыз? Сол бірінші топ 1, естеріңізге сақтаңыздар, таксиге келмеңіздер. Ең топ 1, әлем бойынша бұндай совет болмайтын шығар. Осы топ 1. Ал келетін болсаңыздар, бұнда өзінің минустары бар, соғып алу. Ең бірінші телефон рульде жүргенде ойнамаңыздар. Қазір 80% телефонға қарап тидіріп алады.
даже сіз кінәлі болмасаңыз да қасыңыздан енді арттан келген мейлі арттағы телефон ойнап тидіріп алды, сіз неден де қаша аласыз, ДТП-дан да қаша аласыз. Көріп тұрасыз, мен бизнесте жүрген кезде сол көзім жетті, телефонға қарамаймыз бизнесте, жақсы жүреміз. Одан кейін комфорт қоттым, эконом қоттым, телефонға қарайтын болдым. Сондай ой деп тоқтап қалулар, бір жаман ситуациялар көбейіп кетеді. Екінші осы, телефон ойнамаңыздар. Үшінші топ сұрағыңыз, яғни үшінші топ не дейді? Не деп айтты? Үшінші топ. Үш топ кеңес деген. Үш топ кеңес. Үшінші топ кеңес, машина кредитке алмаңыздар. Сол. Қалған барлығы жақсы болады. Енді таксиға оңайлықпен келмейді. Мысалы, басқа бір істейтін бір сала болса, ойлап көріңіз. Енді басқа дым вариант жоқ деген кезде ғана таксиға келді. Ол да уақытша. И уақытша келіңіз таксиге. Арғы таксиде жұмыс істеп, арғарай алдыға мақсат қойып, бір нәрсені ойластырып, арғай дамытып, арғарай жаңадан бір табыс көзін ашуға ұмтылыңыз. Мәке, осымен сұрақтардың бәрі бірдей болып жатыр. Негізі сұрақ қоймаған сұрақтар болса, ренжімеңіздер достар. Міндетті түрде стримға шығамыз Инстаграмда, тағы да Мәке екеуміз осы подкаст біткен соң тағы да сұрақтарға жауап береміз. Және де стримда Мәкеге ұнаған сұрақ таңдаймыз, сол жігітке звондап 10 000 теңгесін мен уәде бергендей сыйлаймын. Ал Мәке, көп рахмет, осындай күшті подкаст болды. Көп сұрақтар талқыланбады, өйткені уақыт жетпеді. Келесі екінші бөлім жасаймыз, келеміз, түсіреміз достар. Барлықтарыңызға рахмет. Лайктарыңызды аямаңыздар, комментарий пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мәке, көп рахмет саған. Сізге де рахмет. Дами беріңіз, контенттеріңіз жақсы қаралымдар қарап, биіктерден көріне беріңіз. Сәттілік сізге де. Рахмет. От души, брат, душу дейсің ба. Всем пока.